Assalamualaikum dostlar. Biz bugün Şakırtığa geldik. İki хладник. Bir Samsung, bir LG. Bunun motoru ketken. Bunun öz motorunu alıp tasladık. Yaramaydı. Iyesi bir motor verdi, osunu salıp verdi. Bunun Rossiyski. Sonun motorunu salıp жинап, міне фреон заправка жасап отырмыз. Берді боп қалды. Тесік жоқ ішінде. Фреонымен болды, біз шығардық. Екінші LG. Бұл істеп бір суытпайды. Бұны тексеріп көріп жатырмыз. Бұл да тесік, бұл астыға кеткен. Трубкада болды. Оны шығарып тастадық. Енді көріп отырмыз. Бәрі дұрыс, тесік жоқ. Енді қазір фильтрларын ауыстырып, заправкасын жасаймыз берді. Көбінде тесіледі. Астыға кеткен тесіледі енді. Корпустың арасындағы енді көп тесіле бермейді. Редкі кезігеді ол. Берді заправкасын жасап отырмыз. 134 фреон. Епті жазылған 134 фреон 0,16 килограмм 160 грамм фреон кетеді. 2009 жылы шыққан. Жақсы жұмыс істеп берген. Бірінші рет жасалынып тұр. Стандарт 3-ке қойып қоясыздар, 3-те тұрады. Берсе істеп жатыр. Жақсы. Келесі Samsung. Вот. Морозильник Штайн. Холодильника. Вот, енді еп қалды. Бұйыртса, екі холодильнигімізде дайын болды. Kanalımız ұнаса тіркеліп комментарийлеріңізді жазып отырыңыздар. Қолдау көрсетіп отырыңыздар. Сау болыңыздар.